Сәлем достар, EasyKZ каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз инвестициялық сөздігімізді жаңа сөзбен толықтыратын боламыз. Егер сіз инвестициялаудың тағы бір көзімен танысқыңыз келсе, видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Бүгінгі тақырып фьючерстер. Сонымен сіздерге түсінікті болу үшін бірінші қарапайым мысалдан бастайық. Бұл инвестициялау сферасына енді кірген адамдарға түсінудің ең оңай жолы болып табылады. Мысалы, сіз бидай сатып алғыңыз келді делік. Алайда, ол бидай сізге дәл қазір қажет емес. Ол сізге шамамен қыркүйек айында керек болады деп есептейік. Сіз астықшыға барып, алдын ала келісімге келесіз. Яғни, астықшыдан бір қап бидайды қыркүйек айында 5000 теңгеге алатын болып келісіп, шартқа қол қойып, ақшасын алдын ала беріп кетесіз. Ендігі сіз қыркүйек айының келіп жетуін күтетін боласыз. Алайда, жаз құрғақ болып, астық аз болғандықтан бидайдың құны шарықтап кетті делік. Енді бір қап бидай 10.000 теңге тұрады. Бірақ сіздің ол үшін уайымдауыңыздың қажеті жоқ. Себебі сіздің қолыңызда шарт бар. Енді сіз бір қап бидайдың бағасын 10.000 тұратындығына қарамастан, сіз оны 5000 теңгеге сатып алатын боласыз. Осындай келісім фьючерс деп аталады. Енді жалпы негізін түсінсеңіздер, оны инвестициялық тілмен айтуды үйренейік. Фьючерс бұл сатушы мен сатып алушының арасында белгілі бір активті болашақта алдын ала келісілген бағамен сату немесе сатып алуға арналған келісім. Екі жақ алдын ала қай уақытта және қандай бағамен келісімнің жүзеге асатындығын белгілеп алады. Жалпы алғанда, фьючерс нарықтағы қатысушылардың арасындағы бәстестік сияқты. Мысалы, бір жақ активтің бағасы болашақта өседі деп ойлайды, ал екінші жақ бағасы керісінше түседі деп ойлайды. Ақыр соңында бірінші жақ фьючерсті сатып алады, ал екінші жақ оны сатады. Фьючерсті сату үшін оны алдын ала сатып алудың қажеті жоқ. Тіпті белгілі бір типтегі фьючерсті сатып алу үшін фьючерс негізделген акцияны да иеленудің қажеті жоқ. Барлығы ақша эквивалентіне есептелінеді. Фьючерстер фьючерстік немесе мерзімдік нарықта сатылады. Фьючерстер базалық активтің негізінде құралған туынды құрал. Олар акция, облигация, валюта немесе тауар болуы мүмкін. Тауар ретінде мұнай, алтын немесе бидай және тағы да басқалары болуы мүмкін. Негізінен фьючерстің екі түрі бар: жеткізілетін және есеп айырысу, немесе оны жеткізілмейтін деп те атайды. Жеткізілетін фьючерс мерзімі аяқталғанда базалық активті сатып алушыға жеткізіп беруді міндеттейді. Ал есеп айырысу фьючерсі ешқандай активті жеткізіп беруді міндеттемейді. Тек екі жақтың арасында ақшалай есеп айырылысулар жүреді. Қазақстандық фьючерстер тізімін Кассы сайтында деривативтер бөлімінен көрсеңіздер болады. Алайда, фьючерстердің тәуекелділігі өте жоғары және онымен инвестициялауды енді бастаған адамдарға айналысуға кеңес берілмейді. Сіздерге видео ұнады деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де болашақта қандай тақырыпта видео көргілеріңіз келетіндігі туралы комментарий қалдыруыңызды сұраймын.